Rastesk Windows 7-де қап-қара экран болып тұрады. Ол үшін бірінші Rastesk деп Google-ға жазамыз. Сосын GitHub деп жазамыз қасына. Сол GitHub-тан обязательно скачать ету керек. Сол жерден кіреміз да, сосын міне астына түсіреміз да, Realize деп тұр. Или 147-нің үстіне бассаңыз болады. 1.4.7 дегеннің үстіне басамыз. Сосын астына түсіреміз да, мынандайды табамыз. Так, міне осыны табамыз. Мына жерде обязательно осындай сөз болу керек. Skitter деген. Мынаны скачать етпейсіз. Windows 7-де мынаны скачать етесіз. X86 дейді, то есть 32 бит. Осыны скачать етесіз, осыны қондырасыз. Сол кезде қара экран шықпайды, как положено қондырасыз, кішкене басқаша болады интерфейсі. Мынандай болып тұрады. Установить дегенді басасыз и дальше установить ете бересіз. Мысалы установить етейін давай. Но-ка Windows 10 ғой менде. Просто Windows 7-лерге қап-қара экран, мысалы мынаны бассаңыз, мына жерде ештеңе шықпайды, просто қап-қара болып тұрады. Сол үшін жаңағы GitHub-ға кіріп, осы Skitter деген сөз болу керек ішінде. Skitter и exe деген Windows-қа осындай болу керек ат. Мынандай уже шықты.